Соңғы кездері өзіңізді тым шаршап, әрі ұйқыңыз қанбаған жан секілді сезінесіз бе? Тіпті бойыңызда билеп алған әлсіздік төсектен тұрғызбайды ма? Қанша сағат ұйықтасаңыз да маужырап жүрсіз бе? Мұның бір ғана себебі бар. Аталған жағдайлар ағза шлакқа толғанда көрініс береді. Негізінде шлак алдымен бауыр мен бүйректі жаулайды. Өздеріңіз білетіндей, бұл екі ағзада тазалаушы қызметін атқарады. Бауыр көптеген улы заттарды зиянсыз заттарға айналдыратын болса, ал бүйрек қоректі заттарды жинау және зәр шығару жүйесі арқылы зиянды заттарды жою үшін қанды сүзеді. Егер бауыр мен бүйрек қызметін толық дұрыс атқара алмаса, ағза шлакқа толады. Ал ағза шлакқа толса, онда мына маңызды жеті ауру белгісі көрініс табады. Біріншісі бұл шаршау. Қанша ерте жатып кеш тұрсаңыз да шаршаудан арыла алмай жүрсіз бе? Ұйқының қанбауына қарап отырып шаршауыңызға дұрыс демалмай жүргеніңіз себеп емес. Шаршауды басу үшін түнге ұрып ұйықтасаңыз да орныңызда тапжылмай отырсаңыз да пайдасы жоқ. Өйткені сіздің үнемі шаршап жүргеніңізге ағзаңызды жаулаған шлак себеп болады. Бұдан шығатын жалғыз ғана жол таңертең бір шыны кофе ішіңіз немесе тәбетіңіз тартқан тәтті жеңіз. Бұлар ағзаны қуаттандырып, зиянды заттармен күресуге ықпал етеді. Артық салмақ. Сіз артық салмақтан арылу үшін әрекет жасайсыз. Ол іс оңай болмайды. Калориясы төмен тағамдарды тұтынасыз, салдарынан қажетті дәрумендер мен минералды заттардан қапы қаласыз. Нәтижесінде ағза өзіне қажетті заттарды алмағаннан кейін шлакты қуып жіберуге қауқарсыз келеді де ағза шлакқа толады. Бұдан шығатын жол артық салмақтан арылу үшін диетаның өзін дұрыс таңдау керек. Мейлінше дұрыс тамақтануға тырысыңыз. Үздіксіз спортпен айналысыңыз. Жеке бастың тазалығын сақтауға тырысыңыз. Жағымсыз иіс. Ағза шлакқа толған кезде тісіңізді қанша рет тазаласаңыз да, хош иісті сағыз шайнасаңыз да, ауыздағы жағымсыз иіс жоғалмайды. Өйткені оның шығуына ағзаны жаулаған шлак себепші екенін білгеніңіз дұрыс. Бұдан шығатын жол терапевт немесе гастроэнтеролог дәрігердің кеңесін алғаныңыз дұрыс. Асқазан мен бауырды тексертіңіз, қажет болса арнайы дәрілердің көмегімен жудырып ем жасатыңыз. Іш қату. Шлакты ең көп жинайтын әрі тазалайтын ішек болып табылады. Күн сайын тұрмақ, сағат сайын ішекке шлак толады. Егер сізді іш қату мазалайтын болса, жүйелі түрде үлкен дәретке бармайтын болсаңыз, онда сыртқа шығуы тиіс шлак пен улы зат іште қалып қояды. Салдарына денеңізге кері әсерін тигізіп, теріңіз қартаяды, дақ басады, қарая бастайды. Одан бөлек басыңыз ауырып, жиі шаршап жүретін боласыз. Ол үшін алдымен тамақтану мәзіріне мұқият болыңыз. Ешқандай зиянды, жартылай дайын, химикатқа бай және консервіленген тағамдарды тұтынбаңыз. Мейлінше дұрыс тамақтануға көңіл бөліңіз. Суды көбірек ішіңіз және де жеміс-жидектер мен көкөністі жуып жеңіз. Қайнатылған бұқтырылған тамақтарды жеуге әдеттеніңіз. Және де иіс сезгіш. Ағза шлакқа толса, адам өзіне өзі иіс сезгіш болып келеді. Одан ағзадағы химиялық заттардың көптігі әсер етеді. Егер сіз елден бұрын жағымды немесе жағымсыз иіс сезе бастасаңыз, дерттің дауасын өзіңізден іздеңіз. Ағзаны шлактан тазартып қалыпты жағдайына келуге ықпал жасаңыз. Бұдан шығатын жол арнайы дәрігермен ақылдасып барып, 7 немесе 3 күндік тазалану әдісін қолданып көріңіз. Және де бұлшықеттің ауруы. Сіз ұйқыдан денеңізді көтере алмай оянасыз ба? Бейне бір денеңізді ұрып тастағанда күй кешесіз бе? Оған да себепші ағзаның шлакқа толуы болуы мүмкін. Егер ешқандай спортпен айналыспасаңыз, физикалық жаттығулар жасамасаңыз да денеңіз ауырып, бұлшықеттеріңіз тырысып жүрсе, онда ағзаны шлактан тазалаңыз. Және де терідегі проблема. Ағза шлакқа толған кезде беттен көрініс табады. Бетіңізді дақ басып, қарайып қартая бастайсыз. Кей жағдайларды дене бүртіп, қышып маза бермейді. Бұл жайсыздықтан ағзаны шлактан тазарту арқылы құтылатыныңызды ескеріңіз. Бетіңіз ішек пен асқазанның айнасы екенін ұмытпағаныңыз абзал. Ал бұдан шығатын жол теріні жасартып, жаңарту үшін қымбат кремнің көмегіне жүгіну, бос әурешілік және де бос ақша шашушылық. Ағзаны, асқазанды, бауыр бүйректі жуғызыңыз. Сонда тері өз-өзіне тазаланып, жасара бастайды. Бұл әдісті күнде жасаңыз. Сонда ағза шлакқа толмайды. Негізінде ағза жейтін тағамның әсеріне шлак толмайды. Оған тамақ, су, ауа да әсер етеді. Сондықтан да бәріне өте мұқият болғаныңыз абзал. Ал осы қазір айтатын 6 әдісті
күнде қолдану арқылы ағзаны шлактан тазартып қайта шлакқа толуына жол бермейсіз. Біріншісі су ағза үшін өте пайдалы екенін барлығымыз білеміз. Ең бастысы ағзадағы артық заттар мен шлакты шығарады. Егер сіз ішек пен ас қорыту жолдарын таза әрі сау күйінде ұстасаңыз, онда ағза шлакпен өзі-ақ күресіп сыртқа шығарады. Ендеше күніне 8-10 стакан су ішуді әдетке айналдырғаныңыз абзал. Келесісі лимон суы. Егер ағзаны шлактан тазартқыңыз келсе, күніне 1 рет 1 стакан лимон суын ішуге кеңес береміз. Өйткені лимон қышқылы уытсыздандыратын қасиетке ие болып табылады, ал лимон шырыны асқазан мен бауырға өте пайдалы. Сіз лимонды су ішуді әдетке айналдырыңыз. Асқазаныңыз қалыпты жұмыс жасап, керегін алып, зиянын тастап тұрады. Келесі смузи. Жеміс пен көкөністен дайындалатын кез келген коктейль ағзаны артық заттан тазалауға септігін тигізеді. Ендеше күнделікті тамақтану мәзіріне қырыққабаттан, қызылшадан, алмадан, апельсиннен, алмұрттан, кивиден, ананастан, авокадо немесе зімбірден смузи дайындап ішіп көріңіз. Және де көк шай. Ағзаны уыттан қорғау үшін кофені көк шаймен алмастырып көріңіз. Көк шай ағзаны шлактан қорғайтын антиоксидантқа өте бай. Құрамындағы глутатион деп аталатын шлакты шығаруға ықпал етеді. Ал микроэлементтердің қайнар көзі болып саналатын полифенол майды ерітетін гормон бөледі, нәтижесінде артық салмақтан арыласыз. Егер күніне 2-3 шыны көк шай ішсеңіз, ағза шлактан тазарып, сымбатыңыз сымдай тартылады. Және де жаттығу. Терлеу уыттан қорғайтын бірден-бір әдіс. Ағзадағы терідегі кез келген шлакты терлеу арқылы шығаруға болады. Терлеу үшін үздіксіз жаттығу жасаңыз, моншаға түсіңіз, бу қабылдаңыз. Міне осы қадам арқылы шлактан құтылуға болады. Және де стресс. Ағзаға шлак дұрыс тамақтанбағаннан жиналады. Одан бөлек стресс те себеп болады екен. Сондықтан да кез келген дүниеге салмақты қарап, байыппен шешіңіз. Стресс шлактың жиналуына ғана емес, ағзаның тозуына да себебін тигізеді. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.